Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге пайдалы, дәруменге бай, қан жүйесін тез айналдыруға көмек беретін ащы қышқыл дәмі мен Таиланд елінің том ям сорпасын дайындаймыз. Ол үшін керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен пияз және сарымсақты кішкентай етіп турап аламыз. Одан кейін саңырауқұлақты жуған соң осылай сыртын ашып бөліктерге бөлеміз. Кейін черри қызанағын осылай екіге бөлеміз. Енді табамызға май құйып, жаңағы пияз бен сарымсақты қуырамыз. Күйіп кетпес үшін араластыра отырып, бірақ қатты қызартпаймыз. Саңырауқұлақ саламыз. Одан соң ащы бұрыш және креветкені салып, 2-3 минут араластырып қуырамыз. Көп қуырмаңыздар, себебі креветке қатып кетеді. Кейін паста салып, тағы бір араластырып, су құямыз. Міне осылай қайнаған соң, мидий, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді кокос сүтін құйып, араластырып, черри қызанағын саламыз. Енді соңғы кезең сливкимізді құйып, 3-4 минут қайнатып, өшіреміз. Міне сорпамыз дайын болды. Енді ыдысымызды алып, шпинат салып, үстіне жаңа сорпамызды құямыз. Асыңыз дәмді болсын.